Құрметті әріптестер, жыл сайын 28 сәуірде дүниежүзілік еңбекті қорғау күні халықаралық деңгейде атап өтіледі. Энергетиктер үшін бұл елді жарықпен және жылумен қамтып отырған мамандардың күнделікті еңбегі мен жауапкершілігін еске салатын маңызды күн. Энергетика саласында еңбек қауіпсіздігі жай ғана ереже емес, бұл әрбір қызметкердің үйіне аман-есен оралуының кепілі. Именно поэтому в группе компании «Самрук-Энерго» апрель объявлен месячником производственной безопасности. Тема этого года – безопасность как ценность, лидерство, культура и нулевая терпимость к рискам. Обращаюсь к каждому из вас. Безопасность – это не формальность, а приоритет. Ответственность – зона каждого. Если видите опасность, устраните. Если есть угроза, остановите работу. Право остановки – это ваша прямая обязанность и инструмент сохранения жизни. Как председатель правления, я ожидаю от руководителей личного примера и нулевой терпимости к нарушениям. От каждого сотрудника дисциплины, осознанной ответственности за себя и за своих коллег. Благодарю вас за труд и за приверженность принципам безопасности. Әр қызметкердің өмірі кез келген көрсеткіштен жоғары. Өзіңізді және әріптестеріңізді қорғаңыз.